Алматы облысы Іле ауданы Түймебаев ауылы 20-ші орта мектеп. Полицияның жас достары үйірмесі 7-ші З сынып үйірме жетекшісі Ахметов Ержан. Тақырыбы: қан аққан кездегі алғашқы дәрігерлік көмек. Мақсаты: қан аққанда көрсетілетін алғашқы дәрігерлік көмек көрсетудің әдіс тәсілдерімен таныстыру. Қан кету дегеніміз зақымданған қан тамырынан қанның құйылуы. Қан кету түрлері шығу тегіне байланысты. Жарақаттық емес, қан кеткен тамырдың түріне байланысты. Артериялық, веноздық, капиллярлық. Қан кету орнына байланысты. Сыртқы, ішкі, тін-ішілік. Қан жоғалту ауырлық дәрежесіне байланысты. Жеңіл, орташа, ауыр, массивті болып бөлінеді. Артериялық қан кету белгілері: қан ұрғыланған бұрқақпен немесе серпімді ағыммен бөлінеді. Веналық қан кету белгілері: қан баяу ағыммен ағады, қан қою, кейде қара түсті. Капиллярдан қан кету: қанық қызыл түсті қан аз мөлшермен баяу ағады. Қан тоқтату уақытша және түпкілікті деп бөлінеді. Қан тоқтату тәсілдері: бірінші, дененің зақымданған бөлігін кеудеге қатысты алғанда көтеріңкі қалыпта ұстау. Екінші, кішігірім қан кету кезінде қысып тұратын таңғыш көмегімен зақымданған жерде қан ағып жатқан тамырды басу. Үшінші, аяқ қолды мейлінше шұғыл бүгу немесе жазу қалпында тұрақтандыру. Жарылу пайда болды ма? Бірінші кезекте жараны ағын сумен жуып, қол астыңызда дәрі қобдишасы болса, жараны сутек тотығымен емдеп, тұмдап, құрғатып, таңғыш тартып таста. Егер біреу жарақаттанып қалып, және сол адамда қан кетіп жатса, ең бастысы қан кетуді тоқтату. Кішігірім қан кетуді жараны алдын ала жуып, емдеп, тұмдап, таңғыш тартып тоқтатады. Қатты қан кетуді бұрау салып тоқтатуға болады. Бұрау ретінде кез келген жұмсақ затты алуға болады. Күре тамыр зақымдалса, қан кеткен орынның үстінен салады. Немесе көк тамыр зақымдалса, қан кеткен орынның астынан салынады. Бұрау таяқ көмегімен қан тоқталғанша тартып байланады. Содан кейін аяқ қолда қанның келуінсіз қалдырмау үшін бұрауды кішкене қан кеткенше босату керек. Қан тоқтату әдістері: иық алды жарасы кезінде артерияны иықтың ішкі жағынан басады. Балтырдан қан кеткенде тізе асты артериясын басады. Сан жараланғанда сан артериясының шат астындағы жоғарғы жағын жұдырықпен басады. Бастағы жарадан қан кеткенде жара жақтағы самай артериясын басады. Беттен қан кеткенде жақ артериясын басады. Мойындағы жара кезінде жара жақтағы және одан төмен ұйқы артериясын басады. Алғашқы көмек көрсетілгеннен кейін дәрігерлік көмекке жүгінгеніңіз дұрыс.